Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, құрметті оқырман, сіздермен бірге мен Айдос. Сіздердің алдарыңызда сөйлеп тұрғаныма қатты қуанып тұрмын. Бүгін 20 наурыз, барлықтарыңызды наурыз мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Бүгін бізде жаңа шығарылым, бүгінгі біздің шығарылымыз Түркістан-Павлодар пойызы. Яғни Түркістаннан Павлодарға тікелей қатынайтын пойыз. Мінекей, қазір құрамның басындамыз. Міне, ұшақпен жүрдік қазір. Пойыз жүруіне бір жарты сағаттай уақыт қалды. Қазір қанша болды? Сағат 10:30 болды. Ұйқыны қандырып рахаттанып келдік. Настрой ұрып тұр. Мінекей, бірінші вагон. Анда Қазақстан бөлініп тұр. Қазақстандық пойыз, ешқандай бір орыс, ресейлік пойыз дегенге ұқсамайды. Өзіміздің қазақстандық кәдімгі пойыз. Мінекей, бірінші вагон бізде ескі вагон. Айта кетерлік жайт, мен бұл пойызды бұрын қыста түсіргем. Былтыр қыста осының алғашқы шығарылымдардың бірі осы пойыз жайлы болған. Ақпараттық шығарылымдардың бірі. Бүгін мінекей көрермендердің сұрауымен көрермендер қайттан түсірші дегесін тағы да түсіріп жатыр. Мінекей әлі де осы пойыз жүріп жатыр. Билет аламын десеңіздер, мінекей пойыз қазір жарты сағаттан кейін жүреді. Жолаушыларды отырғызып жатыр. Мынау бізде ресейлік вагон. Тура Маңғыстаудікіндей вагон. Жалпы Маңғыстау туралы шығарылым ұнады ма? Келесіде тағы да шығарылымдар болады. Сол кезде айтқам, Павлодар түсіремін деп. Үшінші вагон алдарыңызда. Плацкарт вагон. Месте 54 дейді. 54 орын бар. Жалпы плацкарт пен купенің айырмашылығын бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Біреуінде 36, біреуінде 54 орын бар. Жолаушылар өте көп. Енді бұл пойыз несімен ерекшеленеді? Кәдім қарапайым пойыз, ешқандай ерекшеленетін. Ойбай, мышық кетіп жатыр. Мышық кетіп жатыр анаң астында. Ерекшеленетін ештеңесі жоқ. Жалпы Түркістаннан тікелей. Ойбай. Қорқып кетті ғана екеу. Реакциям ұстамай қалдым. Түркістаннан Астанаға тікелей қатынайтын бағыт жалпы. Бізде Түркістаннан Астанаға 3 бағыт қатынайды жалпы. Көтерші, иығына саттырғызыш. Болмаса көтерші жүрейін да. Жүріңіз. Иығына тығасам. Иығына әлі білеші. Болды ма? Ойбай, кешіріңіздер. Жалғастыра берейін ба? Түркістаннан 3 бағыт қатынайды. Астанаға бірінші Көкшетау Қызылорда, одан кейін 76 Қызылорда Петропавл, одан кейін 45-46 Түркістан Павлодар. Жалпы Түркістаннан Астана қаласына тікелей қатынайтын бізде 3 пойыз бар. Қалған пойыздар бар, бірақ олар енді Шымкент арқылы болмаса хабарлап отыр. Шымкент арқылы мінесіздер басқа пойыздар. Тұлпар Талгөк пойызы бар. Бұрын қайбір жылдар осы 2020 жылға шейін Тұлпар Талгөк пойыз қатынаған Қызылордадан Нұрсұлтанға шейін. Енді ол кезде Нұрсұлтан болды ғой енді, қазір Астанаға дейін. Оны кейін құртты ғой, бірдеңе қылды ғой, түсінбедім оны. Соны қайдаса болады еді негізі, ол да тиімді бағыт негізі. Астаналықтар үшін де, түркістандықтар үшін де оны құртты. Қазір осы 3 бағыт бар. 3 бағыттың өзіне шүкір. 3 бағыттың ішіндегі ең тиімді болып тұрғаны өзіме мысалы осы жазда ғана, былтыр жазда мен Көкшетау Қызылорда, Қызылорда Петропавл пойызына мінген болатын. Петропавл Қызылорда пойызына мінген болатын. Астанаға қайтарда жалпы дәл қазір сәтте өзіме тиімді сол сияқты да. Бірақ кейін ұғындым, ең тиімдісі осы бағыт секілді. Өйткені вагондарға қараңыздаршы. Қазақстан темір жолына қарайды, және вагондарының барлығы дерлік ресейлік. Тек бір-екі ескі вагондар бар. Қазір арт жағында көрсетемін. Ескі вагондар бар. Мына сыртқа қарасаңшы, әдемісі көрдіңіздер ме? Ескі вагондар бар. Бірақ енді ескі вагондар Петропавлда да бар ғой. Көкшетауда ескі вагондар бар. Сондықтан ескі вагон бар деп оны кемсітудің қажеті жоқ. Петропавл жайлы шығарылымды көрем десеңіздер, сілтемесін қойып қойын. Сол жақтан көріңіздер, мен ол жайлы барлық ақпаратты беріп 3,5 сағаттық бейне жасаған.
жоқ 3 сағат. Түркістаннан Астанаға баратын кезде 3,5 сағаттық бейне жасадым, ал қайтарда 3 сағаттық бейне жасадым. Қуыс тесігі, в общем, разъезд, вокзал бәрін түсіргем ол шағырылымдарда 3 сағат. Рахаттанып бір көрсеңіздер болады, олайлы қылып түсіргем оның бәрін. Бұл пойызда сөйтіп Астанаға сөйтіп сондай қылып шығарылған ғой істегім келеді, бірақ Астанаға баратын мүмкіндік жоқ қой менде қазір. Сабақ деген дейді, сондықтан сіздерге жалпы көрермендеріме де осындай бір кішігірім шығарылым жасап жатырмын. Қыстағы шығарылым енді қысқаша болды, бұл жолғы шығарылымды бір ұзақ қысама деген ой бар. Сол себепті до конца деп аямай сүреміз соңына шейін. Жалпы бұл пойыздың айтатын ерекшеліктерін айтып жатырмыз барынша қолдан келгенше. Ішіне кірейін десем болмайды, мен билетім де жоқ, ол Астанаға баратында бір желание жоқ. Қазір ішінде қалып кетіп, жүріп кетіп, масқара болып үйде жатырмын да желание жоқ. Сол себепті ішіне кіре алмаймын өкінішке орай. Бір кіріп ататын мүмкіндік болса, базар жоқ, кіретін де мүмкіндік жоқ. Сол себепті сыртынан түсіруге мәжбүрмін. Кіруге мүмкіндік болса, ішін түсіруге дайынмын сіздер үшін. Сол себепті егер ішін көргім келеді десеңіздер, 3 сағаттық шығарылымға кірсеңіздер, соның ішінде бар ішін түсірген жерлерін. Ол соны көрсеңіздер болады. Петропавлдың вагондары мен Павлодардың вагондарының айырмашылығы жоқ деп айтсам болады, бірақ айырмашылығы сол сыртқы келбетінде. Оның сырты андай Қазақстанның туындағыдай көк түсті да, ал бұның сыртындағы ана тұлпар тальгоға сәл келтіріп істеген. Жалпы Маңғыстау, жалпы Қазақстан темір жолына қарайтын бағыттардың сырты тектес, короче, мұнда сырты. Ал енді Петропавл Қызылорда пойыздың білесіздер, оның сыртын сыртының түсі басқашалау. Неге екенін айтайын, өйткені ол жеке меншік компанияның пойызы. Жалпы Сарыарқа компани, Астана Арлан, Номадас, Тұран Экспресс секілді Қазақстанда бір бақытсам білмеймін, әйтеуір 10-ға жуық жеке меншік компаниялар бар. Сондай тасымалдармен айналысатын, жолаушы тасымалдармен айналысатын. Жалпы соған қарасты пойыздардың вагондарының сырты сәл басқашалауда. Ал Қазақстан темір жолына қарайтын барлық вагондардың сырты осындай міне. Осындай. Тұлпар тальгоға ұқсатып істелінген. Мен енді жеке меншік серіктестіктер жайлы мен көп ақпарат білмеймін, шыны керек, бірақ өзім білетін бір 3-4 жеке меншік серіктестік компаниялар бар, жолаушылар тасымалымен айналысатын. Жалпы қандай? Арлан Транс Астана, яғни Көкшетау, Қызылорда, Петропавл бағытындағы тасымалды ұйымдастыратын. Одан кейін Номадас, Көкшетау, Қызылорда. Одан кейін Тұран Экспресс, Алматы маңындағы тасымалды ұйымдастырады. Одан кейін Сарыарқа компани, былтыр жазда мінген. Одан кейін Астана қаласында көргем, KZ Rail мед, сондай бір бағытты көргем. Бағыт деппін ғой компанияны. Одан кейін Арай Транс дегенде компанияны білем. Одан кейін Марал Нұрды білем. Жалпы өзімнің көргенім, жалпы көрмегенін айтпайған компаниялар да бар. Құрамның соңғы жағынан келіп қалдық. Соңғы жағының бәрі мінеки көріп тұрсыздар, ескі вагондар. Ескі болғанда бұлар енді СССРдің кезінде сол жылдары салынған ғой. Ресейлік бар, немістің бар, Украинаның бар, әйтеуір сондай вагондарын жинап соңғы жағына үйлестіріп жіберген. Ал бас жағының бәрі базар жоқ, новый вагондар. Новый болғанда енді 3 жыл бұрын ғой енді. Кем 3 жыл ғой. Кете берді құрам осылай. Вокзалдың бітетін жеріне шейін созған. Жалпы құрамда жуықтап алсақ, 20 вагондай бар, жуықтап алсақ. Ішіне кіре алмаймын енді, өкінішке орай. Астанаға барып жатсам, базар жоқ, осыған алатын шығармын келесі сапарларында. Бірақ енді Астанаға баратындай жоспар болмай тұр енді. Соңғы жағына да келіп қалдық. Вагонның сырты көрінбей тұр ғой. Бірдеңе істеші, білмей тұр. Міне. Міне вагонның сырты осындай.
Bunu ölçüyorsunuz. Sonuna жетіп қалдық ya. 17, 18, 19 санап шықтым. 19 вагон екен. Yani 20 деп алсақ болады ғой ya. Айта кететін нәрсе, ресторан вагон жоқ бұда. Ресторанды іздемей қойдыңыздар. Білмеймін, осы Астанаға баратын пойыздардың біреуінде ресторан жоқ қой. Көкшетау, Қызылордада жоқ, ода буфет. Петропавлда жоқ, Павлодарда жоқ. Құрамның соңына да келдік. Екінші жолға шығып жүрмін ау деймін. Соңғы вагондан сырты көрінбей қалды. Мына сырта бермей екен бірақ. Он тоғыз. Бұл енді ескі вагон деген көрініп тұр. Ескі вагон деген менде бұлар енді анағында ескі емес, бұлар енді осы былтыр алдыңғы жылдары жөндеуден өткізіп кәдімгі жақсы қылып қойды. 2030-ға дейін баға созған дейді. Өткенде бір құрамның сыртына оқып продлен дейді. Не дейді? Орысша. Қазір көрейінші. Вообще жазылып тұрады еді. Построен КВЗ. Так, Крюковский вагон-строительный завод Украинада жасалған екен. КВР, АЭВР деген түсінбеймін мен. Так, КРП дейді. АГН табыс 17, 11, 20 дейді. 20-шын жылы не ағамып тұр онда, я? ЛВЧРД 9. Нардың расшифровкасын білмеймін мен, шыны керек. Сосын қалай тұр сөйтіп оқып отырмын. Ренжімейіздер, просто қалай расшифровать ететінін білмей тұрмын. Прописан дейді. Неке? Жеттік. Құрамдағы вагон саны байқадыңыздар, Маңғыстаумен жобаласы ғой. Маңғыстауда да осындай вагон. Бірақ енді бұның қазір енді Павлодар, Түркістан. Маңғыстауда вагондар көп, өйткені ақтайды да ол вагондарды жайтыр, жолаушылар толады да. Мынаған жолаушылар тола ма екен? Астанаға шейін жолаушылар тола ма осы пойызға? 20. Енді жуықта болсақ 20 вагон да, Түркістан, Астана, Түркістан Павлодарға шейін. Бұған 20 вагон толып бара ма екен? Андай бір жаздың уақыты болса түсінемін да, бірақ бұндай кезде тола ма екен жалпы? Маған сол қызық тұр өйткені Маңғыстаумен жобаласы да, вагондар саны. Бірақ енді менің ойымша Түркістаннан енді бір Түркістанның халқымен бұны толмайды деп ойлаймын, өйткені Шымкенттен, Тараздан, жалпы Шудан әйтеуір мінетін адамдар бар шығар, солардың есебінен толысады деп ойлаймын. Бір Түркістаннан толып кетпейді аңшы. Ол тұрмақ, мен былтыр Астанаға бардың кезде байқағам, Түркістан Нұрсұлтан Нұр жол пойызына, енді ол кезде Нұрсұлтан болды, қазір Астана берейік, Түркістан Астана пойызына, мысалы, Түркістаннан шыққан кезде, мысалы, менің вагонның өзінде біраз орындар бос болып шықты да, Түркістаннан шыққан кезде. Кейін ол орындар Шымкенттен, Тараздан толды. Менің ойымша сондай сияқты, бұл Түркістаннан қазір толып шықпайды, бұл кейін Шымкенттен, Тараздан толып, сөйтіп Павлодарға шейін толып баратын сияқты. Сыртынан мән бермей қойыңыздар, көп сырт, сырты жаман. Сыртынан көрген адам бұның жаман пойыз деп ойлауы мүмкін. Бірақ ішіне кірген адам бұның жылы, жақсы екенін түсінеді. Мынандай суық күнде осы жылы вагонның ішінде жатқан кайф емес пе? Бізде қазір 20-шы наурыз, яғни 20-шы март. Бірақ күн қайттан суын деді, білмеймін. Жалпы солтүстік өңірлерде қар жауғасын ба, білмеймін. Күн қайттан суып кетті. Өткенде бір апта бұрын футболкамен, шортикпен жүрек. Қайттан суып кетті ғой, қайттан куртка киіп қалдық қой. Футболкамен, шлепкамен жүрек. Осы өткенде ғана, бір апта бұрын. Қайттан суып кетті ғой. Сіздерге айтарым, енді билет бағасын қазір описание қалдырайын. Жоқтан көріңіздер.
Ал былай ауызша айтатын болсақ, пойызға билет алуға болады. Ой, өкінбейсіздер. Жалпы сіз Түркістан қаласының тұрғыны болсаңыз, Астанаға, Павлодарға, Екібастұз, Қарағанды, жалпы қай қала керек, жалпы Тараз, Шымкент дейікші, сол қалаға баратын болсаңыздар, бұл пойыз сіздерге өте тиімді. Кетіп жылжи берейік, қазір сәлден кейін жүру керек бұл да. Сағат қанша болды? Ой, бұл қазір 10 минутта жүреді екен. Кеттік жылжиып басына қарай. Түркістан қаласының тұрғындарына өте тиімді. Мен оған тиімді айта аламын. Ал егер Шымкент қаласы немесе Тараз қаласы, жалпы да осы Арыс болсын, солға тұрсаңыздар, сіздерге тиімді, бірақ сіздерге де басқа да пойыздар бәсекелесе алады бұл пойызбен. Бірақ Түркістанда бұл пойызбен бәсекелесетін пойыз жоқ. Өйткені Петропавл, Қызылорда пойызында бұндай құрамында бұндай вагондар жоқ. Өйткені ол жекеменшік компанияға қарайды. Көкшетауда жекеменшік компанияға қарайды. Сондықтан Түркістан Астанаға баратсаңыздар, бұл таптырмайтын пойыз. Оның үстіне Қазақстан темір жолына қарайды. Өзіміздің еліміздің нөмірі 1-ші компаниясы темір жол саласында оған қарайды. Не хабарлап отыр. Он минут уақыт қалды деп айтып отыр. Көп сөйлеп кетті деп ренжімейсіздер енді, сіздерге барынша ішіндегін айтып отыр, енді бөлісіп, оның үстіне көптен бір жоғалып кеттім, оны білесіздер. Сосын ғой барынша айтып әйтеуір. Бөлісіп атқаны. Тара 56 тонна дейді. Міне. Екінші жол бос, үшінші жол бос, төртінші жол бос, бос, бірінші жолда осы пойыз тұр. Ішіне кірамадың деп жазады, жұрттары түсінбейді, ішіне кірамадың дейді. Енді мен билетсіз болғасын кірамаймын ғой, енді түсініңіздер, енді кірамадың деген. Оның үстіне 10 минут қапты. Тезетеге. Но штаб вагон болу керек, қателеспесем ше. Өйткені штаб вагонның сәл есігі сәл басқаша одан мүгедектерге арнап не істеп қояды. Есіктері андай сәл андай жалпақтау болады. Өйткені мүгедектерге арнап сондай бір есік істеп қояды да. И ол вагонның ішінде мүгедектерге арналған бір орындар болады. Мен оны мүгедектерге арналған вагон деп айтамын да, бірақ негізінен былай не алып қарасақ, штаб вагон ғой. Яғни пойыздың бастығы отырады, сол жерде сондай ғой. Пойызға жалпы жауапты жолсеріктерге жауапты пойыздың бастығы болады. Сол пойыздың бастығы сол штаб вагонда отырады. Ол штаб вагон құрамның ортасында болады. Кез келген пойызда болады ол штаб вагон деген. Даусым әдемі болып тұр ма, нормально ма? Ұйықтап тұрған ғой. Даусым ұқсай ма? Даусым негізі үлкен кісіге ұқсай ма? Мен жұртта даусымды естіп үлкен адам деп ойлайды екен, бір үйленген деп. Үйленбеген ғой, жасым қанша ғой? 17-темін, иә? 2005 жылғым. 11 сыныпта оқимын. Жұрттар 20-дан асқан бала деп ойлайды екен мен. Біреулер бар, машинист деп ойлайды мені, мен машинист емеспін ғой әлі. Әлі оқуға түскен жоқпын ғой. Оқуға түсейік, бітірейік, көреміз. 3-ші жолға жүк пойыз келіп жатыр. Біз қазір пойыз түсіреміз. Итақта тұрып келатсың ғой. Жоқ, енді үйтіп айтуымның себебі, просто былтыр мысалы комментте біраз комменттерде оқып байқадым да, былтыр мені әйтеуір біреулер үйленген деді, үйленбеген деді. Бірақ мен үйленбеген жігітпін.
Мінекей бірінші вагон, бұл да ескі вагон. Мынау біздің сүйікті тепловозымыз ТЭП 33А. Дауысы деген жер жырады ғой, мә, дауыс керемет olsun. Қазір пойыздың жүргенін жүретін боламыз, күтіңіздер. Ал, сумаң етіп бірінші жолға тұрып алдық. Қазір жүргенін жүретін боламыз. Екібастұзға барады екен. В общем, айтады, короче. Сұрағам, сіздер Астанаға шейін толып барасыздар, Астанадан кейін босап қаласыздар ма деген ғой. Сөйтсем айтады, до конца толып барамыз дейді ғой. В общем, до конца дейді ғой, короче. Астана болсын, Екібастұз болсын, әйтеуір Павлодар болсын, толып барамыз деді ғой. Сол себепті, бұл не деген сөз? Бұл деген сұраныс бар деген сөз. Сол себепті, ертең 1-2 жылдан кейін бұл пойызды алып тастамай, бұйырса бір халықтың бір сүйікті пойызына айналсыншы осы пойызда. Түркістандықтардың сүйікті пойызы болсыншы осы пойыз. Кет сәл жылжи қалға. Жалпы барша жолаушылар, жол серіктер, жалпы машинистер, баршаларыңызды мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Сіздер жолдарыңыз болсын. Әсіресе менің көрермендерім. Не айтамыз осыға? Осы ойға билет алыңыздар, билет бағасын комментте қалдырам. Ішіне кірамадым деп ренжімеңіздер. Жаңа жол серіктің өзі де айтты, билетсіз ешкімді кіргізбейміз деді. Билетің жоқ па? Кірмейсің деді. Болды. Оны бүйтіп кірамадың деп не амаңыздар, менің билетім де жоқ. Сіздерге енді сыртын, жалпы өзімнің пікірімді, жол серіктердің пікірін, жалпы сіздерге жолаушылардың көзқарасын сіздерге жеткізу үшін осы шығарылымды шығардым. Келесі шығарылым күтіңіздер. Ұйықтап алған дұрыс болды ше. Қазір сәлден кейін жүреді. Қанша минут қалды? 4 минут қалды. Айтпақшы, көрермендер, келесі шығарылым жайлы бір өздеріңіз жаза кетсеңіздер, қандай шығарылым шығарайын, жалпы қай пойыз сүрейін, жалпы соны комментке қалдыра кетсеңіздер. Өзің кішкене қолдап, не жіберсеңіздер, өзімде сіздердің қолдауларыңыз маған аз болып отыр негізі ше. Мен қолдап, көтеріп жіберсеңіздер, қазақ бауырларыңыз. Қазір жүреді. Сол. Менің арнамда павлодарлық көрермендер бар ма екен ше? Сол павлодарлық көрермендерге жалынды сәлем. Аман-есен күтіп алыңыздар мына түркістандықтарды. Павлодар, Екібастұз, Астана, Қарағанды, тағандай Ағадыр, Шу, Мойынты, Шаршаған, Луговой, Тарас, Түлкібас, Шымкент, Арыс, Түркістан, жалпы Қазақстан деп қойықшы. Барша көрермендермен жалынды сәлем. Құрам өте ұзын, бірақ енді Павлодарға шейін толып барамыз дегендеріне таң қалдым. Павлодарға дейін қалай толып барады деген сұрақ кішкене мазалады, бірақ енді жол серік болғасын, көріп жүргесін, жұмыс болғасын енді өтірік айтпайтын шығар деп ойладым. Сол себепті мені қуантады бұл әңгіме, жалпы бұл жайт. Сол себепті респект Қазақстан темір жолына. Ал пойызымыз жүріп жатыр. Ал жолдарыңыз болсын. Түркістан, Павлодар.
жалпы ойлаймын да, мен деше бір идеямды айтып қояйын да. Ақыры қтж менің видеомды көреді екен ғой. Осы пойызға да бір кішігірім бір фирмалық ат беріп қойса қалай деп ойлап қоямын да. Өйткені сұраныс бар екен, жол серттігіміз айтып жатыр, Павлодарға дейін толып барады деп. Меніңше бұл пойызға Түркістан деген ат берсе қалай? Түркістан деген ат. Бола ма? Менің тағы да бір кезекті бір ұсынысым деп қабылдайсыздар. Құрметті Қазақстан темір жолы компаниясы немесе Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы, менің ең сүйікті компаниям. Егер сіздер бұл видеоны көріп отырсаңыздар, менің бір сіздерге ұсынысым, бұл пойыздың атын, яғни фирмалық атын Түркістан деп қойсаңыздар, бір Түркістанның бір нақышын келтіріп тұратын бір керемет пойыз болса екен деп тілеймін. Жолсерік маған күліп қарады. Сондай бір күшті бір ұсынысым бар. Өйткені Маңғыстау пойыз жайлы да өзімнің ұсынысымды айтқан, бірақ Қазақстан темір жолы ол пойызға Алматы деген фирмалық ат беріпті. Мен де бұл жолы бір өз ұсынысым, шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар енді. Мен ұсыныс қой енді біздікі. Ал осы бір ұсынысымызбен видеомызды аяқтаймыз. Лайк басып, коммент қалдырып, қолдауларыңызды аямай білдіреміз. Жақсы жолдарыңыз болсын. Аман есен барып қайтыңыздар.